Бүгін тенши өнімдерімен тәжірибе жасап, біздің тенши өнімдерінің кереметтілігімен бөліскіміз келіп отыр осы видео арқылы. Қазір 21 ғасыр, ішіп жатқан су хлорланған, жұтып жатқан ауа түтін, жеп жатқан тамағымызда канцерогенді қоспалар, гормондар жеткілікті. Сондықтан біздің ағзамыз қазір қышқылдық орта. Ол қан, ол лимфа, яғни клеткамыздағы сұйықтықтың бәрі денеміздегі қышқыл орта. Қышқыл ортаға ауру әуес болады, әсіресе жаман ауру. Енді біздің кез келген өніміміз біздің ағзамызды нейтралдайды, ал нейтрал ортада біздің иммунитетіміз өте жақсы жұмыс жасайды. Яғни, неге біздің тенши өнімдерінен керемет адамдар нәтижеге қол жеткізіп, небір жаман аурулардан жазылып кетіп жатады? Себебі кез келгені, ол шай бола ма, ол кальцийіміз бола ма, ол ресвератрол бола ма, ол хитозан бола ма, кез келген өнім ағзаны нейтралдайды. Сондықтан, ал нейтрал ортада біздің иммунитетіміз өте жақсы жұмыс жасайды. Сондықтан бізде керемет нәтижелер өте көп. Енді эксперимент жүзінде көрсетейін. Міне мысалы күріш, күнделікті өзіміз жеп жүрген таза күріш. Күрішке бір тамшы йод тамыздық, яғни қышқыл орта деген сөз. Міне күріш қарайды, йодпен. Дұрыс болмады, йод тағы себем. Міне күріш қарайды. Яғни біздің ағзамыз осылайша ластанады. Жеген тамақтан, ішкен судан, жұтқан ауадан. Осыны айталық, міне ең шетінде тұрған ресвератрол. Бұл мықты антиоксидант. Осы арқылы ортаны нейтралдап, күрішті тазалап алуға болады. Міне бір капсула ресвератрол қап-қара күрішті ағартып жатыр. Жалғыз капсула ресвератролдың сіздің ағзаңызға тура осылай көмектесетіні тәжірибе жүзінде көрініп тұр. Су қандай еді, күріш қандай еді, қаншалықты тазарды. Міне бір қара күріш қамат ішінде. Тура осылай хитозан болсын, антилипид шайы болсын, біздің кез келген кальций болсын, холикан болсын, осылай сіздің ағзаңызды тазалап береді. Сондықтан біздің өнімдерден нәтижелер өте көп.